Отбасы құндылығы, мемлекет мәртебесі. Қазақстан Республикасының Конституциясында балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы деп отбасылық міндет анық көрсетілген. Сондай-ақ отбасылық құндылықтарды одан әрі нығайту мақсатында Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 2013 жылдан бастап қыркүйек айының 2-ші жексенбісінде отбасы күні тойланып келеді. Мұнайлы ауданы, облыс орталығы Ақтау қаласынан 20 шақырым қашықтықта орналасқан. Аумағы 482.189 гектарды құрайды. Аудан құрамына 7 ауылдық округ кіреді. 2020 жылғы 1 сәуірдегі есеп бойынша халық саны 171.000 адамды құрайды. Сонымен қатар ауданның дамуына өз үлесін қосар, жыл сайын жеке кәсіпкерлер саны артуда. Осы ауданды мекен етіп, халықтың ықыласына бөленіп, өз кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер аз емес. Солардың бірі еңбек түбі береке дегендей, еңбектің тәтті нанын жеп отырған Мұрсаловтар отбасы. Ендеше жапырағын кеңге жайып, көпке үлгі болар шаңырақтың қонағы болайық. Сәлематсыз қарындасым, кеш жарық бәріңіз келе. Қандай керемет, бәрі келді. Бүгін үлкен әулет екендеріңізді көріп отырмыз. Барлығыңыз жиналып қалыпсыздар. Сіздерде күнде осылай ас ішесіздер ме, әлде бүгін арнайы дайындалдыңыздар маға? Күнде осылай болмаса болмайды ғой. Заңды ғой енді. Бала шағаңызбен барлығыңыз бірге осылай. Ал аға, сізді бірі білсе, бірі білмейді. Өзіңіз жайында, өзіңіздің отбасыңыз жайында таныстырып өтсеңіз. Болады. Өзім таныстыратын болсам, менің өзім енді аты жөнімізді білесіз ғой. Мұрсалов Сәрсенғали деген жігіттің. Осы Емірде туып өстім, мына Емір дейтін осы жерде Құртай поселок бар, сода ары қарай Жыңғылдыға барып оқыдық. Сояқта оқып, сосын бері қарай Станцияның қышлаққа келдік. Одан кейін Жыңғылдықта мына жолдасыммен таныстым. Өзім құрдасым, жолдасым. Содан бері қарай келедік. Бала шағамнан енді мен жерде үлкен балам бар, келінім бар. Менде 4 бала, бір қыз бар. Қыз қалада тұрады. Ер балдарым бәрі өш жерде түгіл. Біреуі жұмыста. Жайлап өмір сүріп отырған, жақсымыз, шүкіріміз. Рахмет. Бүгінгі біздің түсіріліміміз арнайы отбасы күніне арналған. Сіздерді осы үлгілі отбасы ретінде сіздің отбасыңызбен танысуға келдік. Жалпы үлгілі отбасы қандай болады? Сол жайында кішкене айта кетсеңіз. Енді әке деген енді балдардың бәрінің осы жауапкершілігі ғой енді. Мына 3 баланы 3 келінді бір жерге ұстап бәрін бірге тұрғызып, бәрі бірге жүріп отырған. Солай болу керек қой деп ойлаймын, енді дұрыс қой сол енді. Жүріп жатыр ғой, шүкір. Ана ретінде сіз не айтасыз? Үлгілі отбасы қандай болу керек? Сол жайында айтып кетсеңіз. Енді ана болғанда енді жаңағы бір не бар ғой, қағида бар ғой жаңағы. Семья, жанұя дегенде бір мемлекет сияқты ғой. Сол мемлекеттің басшысы болады, басшысы жолдасым. Ал мен сол премьер-министр деген сондай сияқты енді. Ал барлығын өзі басқарып, ары қарай соның бәрін үйлестіріп отыратын мен ғой енді. Өзім мақтан тұтамын, 3 келінім бар, алдың түскеніне 16 жыл болды, соңына 7 жыл болды, барлығына ауызбірлікпенен, бәрі осы бір семьяда, бір жанұяда отырғанымызға соның мақтан тұтамын, және өзімнің тәрбиемнің жемісі деп ойлаймын. Енді балаларым да бәрі де жұмыста. Шүкір енді барлығымыз ұйымшылдықпенен, ауызбірлікпенен осылай өмір сүріп жатырмыз. Рахмет, ауыздарыңыз бір болсын, тек үлгілі отбасы болып жүре беріңіздер. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді. Өзіңіздің ұл қыздарыңызға қаншалықты осы дәстүрлерді насихаттайсыз, дәріптейсіздер? Қаншалықты ұстанасыздар? Қазақи өмір сүріп жатыр ғой. Өзіміздің осы қазағымыздың дәстүрін сақтап, бәрін осы айтып отырамыз, бір-біріңменен әйтеуір тату болыңдар, үлкенді сыйлаң, кішіні құрметтең.
жаңағы салт дәстүр болғандай жаңағы осы орамалдарын да тартып сәлем салып үлкендерге, оның бәрін осы келіндердің өздері жақсы біледі, бірінен бірі үйренеді. Үлкені қандай болса арты сондай болады жаңағы, алдыңғы арба қандай болса соңғы арба сондай дейді. Сол енді ол үлкен қиындық беріп жатқан жоқ, оның бәрі өздерінің ата-аналарының да тәрбиелері бар ғой, үйлерінен алып келген. Балаларымызға, өзіміздің ұлдарымызға енді өз тәрбиемізді беріп жатырмыз. Еңбек етіңдер деп, жемісін жейсіңдер деп. Енді біз де орта жасқа келіп қалдық. Енді еңбекті өздерің жасайсыңдар деп, еңбектеніңдер, еңбек етсеңіз жақсы өмір сүресіңдер деп. Шүкірміз енді оның бәріне өз балалар өздері біледі, бәрі де жұмыстарын жасап жатыр әртүрлі салада. Сала болғанда енді біздікі осы жеке кәсіпкерлік. Кәсіп деп жатсыз. Сіздердің осы өзіңіздің қоғамдық көлікпен аудан тұрғындарын қамтамасыз етесіз. Иә. Жалпы осы кәсіпке сіз қалай келдіңіз? Бұл мен деген 13 жыл мына маек істедім, қазір тымырам. Содан кейін осы кәсіпке келдім ғой. Осы 20 жылдың үстіне шықты енді. Осы кәсіпте келдім. Осы сіздің айналысып жүрген кәсіппен кез келген адам айналыса алады ма? Өте қиын жұмыс қой. Өте қиын. Қиын жұмыс. Қазір халықтың, қазір адамның сөзін табу деген ол оңай зат емес. Осы оңай нәрсе жоқ дейсіз. Оңай нәрсе жоқ, оңай емес. Өте қиын шаруа. Өте қиын жұмыс, бірақ болады енді істеп жатырмық қой. 20 жылдың үстіне шығып кетті. 20 жылдың үстіне. Ол енді мәдениеттілікті сақтау керек. Қоғамдық көліктің ішінде де мәдениеттілікті сақтау керек. Осы орайда сіз өзіңіз қандай ой қосар едіңіз, не істер едіңіз мәдениеттілік сақтау, қоғамдық көліктің ішіндегі мәдениеттілікті сақтау үшін? Мысалғы, ұлы ғұламалардың қанатты сөздерін іліп қойсаңыз, немесе соны үнтаспамен жіберіп қойсаңыз, соны арнайы соны қосып жіберіп жазып қою үшін арнайы рұқсат алу керек пе, әлде өзіңіз істей бересіз бе? Енді ол жайында мына үлкен балама мен үйретіп жатырмын өзім. Осы бала айналысып жатыр жұмыстың бәрімен. Осы бала айтсын. Бәрін айтып береді өзі. Ал енді сол айтып отырсыз ғой, қоғамдық көлік таңертең мәдениеттілік оңай жұмыс емес, бұл кісі айтып отырғандай. Өте қиын жұмыс. Таңғы 5-тен тұрғаннан кешкі сағат 10-да шопырлар үйлеріне қайтады. Ішінде болады ғой, халықпен жұмыс жасағаннан кейін. Халықпен жұмыс жасау оңай емес дейсіз ғой. Ол каждый біреу сөйлеп қояды, біреу енді халықтың бабын табу оңай емес, қиын ғой. Ең жақсы айтып отыр, реклама машиналарға нелерді істеп үлгеру керек. Өзіміздің ғұламаларымыздың. Ол енді өте дұрыс айтуыңыз. Соны ілсе жақсы болар еді, тәртіпті оқиды, жұрт көреді. Оған келсем мен. Бізде мына акиматтар беріп өтеді көп затты. Мына ұстаптарды еліңіз халыққа оқысын, қарасын, олар төлеп жатып біздер. Қазір кәсіпкерлердің заманы. Өзіңіз жеке кәсіпкер ретінде айтыңызшы, елімізде кәсіптің дамуына не жетпейді? Мысалға енді әр кәсіпкер өзінің саласында айтады ғой. Дәл сіздердің салаңызда, мысалы қоғамдық көліктерді дамыту үстінде не жетпейді сіздерге? Біздерге енді мына елбасымыз бәрін жағдай жасап отыр ғой. Сонда да кішкентай жетім кірмейді. Біздер енді өзіміз жеке кәсіпкер болғанда, жеке кәсіпкер дейтін өзінің күшімен алып кететін жұмыс қой. Енді барымызша жасап жатыр. Кішкентай көп еңбекті талап етеді дейсіз ғой. Кішкентай енді қол ұш керек болады. Оны біздер енді айтамыз, сұраймыз, енді шүкір енді болады. Мен жасап жатыр біздер. Оған рахмет. Жалпы аға, егер де сізге облыс әкімімен, я болмаса президентпен бір кездесу бұйырса, сіз ең алғаш сол кісілерге қандай сұрақ қояр едіңіз? Қандай сізді өзекті мәселелер толғандырады? Мен осы кісілермен кездессем, өйстіп айтар едім. Кейде бір теледидарды көріп отқанда айтамыз ғой, төп осы алдына барғанда ғой, мен осыны өйстіп айтар едім дегендей. Бізде бәрі жақсы ба? Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Шүкір солай болсын, барлығы жақсы болсын. Қарындасым, дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Елбасымен кездесіп, президентпен кездескенде сұрақтарыңыз болса деп жатсыз. Әрине сұрақ бар, кездескенде айтатын бір сөздеріміз бар. Мына енді техниканы жаңартып жатыр жаймен. Бірақ енді сонда да қол ұш керек, мына кредиттерді азайтып берсе екен дейміз, процентін азайтып берсе екен дейміз. Пайызын төмен қойып. Сонда бір қол ұштарын беріп көмектессе екен, бір ырза болатын. Бірақ енді шүкір енді қолымыздан келгенше жұмыс жасап жатырмық. Барлығы халық үшін дейсіз ғой да? Халық үшін бәрі.
енді бірі түсінеді, бірі түсінбейді оны. Иә, дұрыс. 5:30-да тұрып тауық құсап айқайлап жүрген адам кешке үйге келгенде оңайлықпен келмейсің, шаршап келесің. Енді әркім өз үшін барады жұмыс жасауға, жеке кәсіпкер болғаннан кейін. Иә, енді біз сұрағымыз сондай. Кездесіп жатсақ бір сол айтқымыз келеді. Бір қол ұшын берсе деп. Рахмет. Рахмет аға, бүгін міне сіздің отбасыңызда керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Осындай үлгілі отбасы болып жүре беріңіздер, кәсіптеріңіз арта берсін, еңбектеріңіздің жемісін көріңіз. Енді өздеріңізден осы үлгілі отбасы ретінде келешек жастарға, жас семьяларға, жас отбасыларға тілектеріңіз болса? Енді тілек деген көп қой, айта берейін қазір. Бәрі аман болсын, дені сау болсын. Бақ береке, аманшылық болсын елімізде. Ол мына ауру деген бәле келіп жатыр, ол аурудан да ары қарай өзімен өзі кетсін. Тек денсаулықтар болсын, денсаулық керек қой бірінші өмірде. Менің де айтарым сол, осы бүткіл халқымызға, осы қазақ халқына тек тыныш заман тілеймін. Келіп жатқан індеттің беті аулақ болсын, бәріміздің деніміз сау болсын, тек бала-шағаларымыз аман сау, тек ауыз бірлікпен, тек емшілдік, татулықпен тек өсіп өне берсін. Аумин. Осы отқан әке шешеме көп рахмет айтамын. Осы кісілердің арқасында осы үш келінді біріктіріп ұстап отыр. Бір үйде тұрамыз, осы немерелері бар, осы кісілердің балдарымыз бар. Тек дені сау болсын осы кісілердің. Осындай бір үлгілі семья болсын, қалған жұрттарымызға, ел жұрттарымызға айтарымыз. Аман болсын, дендері сау болсын осы кісілердің. Рахмет. Міне, қадірлі көрермен, бүгін біздер Мұрсаловтар отбасында қонақта болып таныстық. Таныса отырып, әдеби, мәдени, кәсіпкерлік қырларында білдік. Ауданымызда сіз бен біз білмейтін қаншама үлгілі отбасылар бар. Шаңырақтары биік, өрісі кеңдеп, жапырағы жайылған, шырағы сөнбейтін шаттыққа толы отбасы көп болсын.